Қайырлы күн достар, менің есімім Гүлбану, менің авторлық әңгімелер YouTube каналыма қош келдіңіздер. Анасын жоғалтқан бала. 8-ші бөлім. Тірі адам. Қақпа алдында тұрған қара көліктің есігі баяу жабылды. Сол дыбыс аулада тұрғандардың бәріне бірдей естілді. Бірақ әрқайсысы оны әртүрлі қабылдады. Бала үмітпен, ана қорқынышпен, әже абыржумен, қайнаға ашумен. Аяқ дыбысы жақындап келе жатты. Баяу, нық, сенімді. Гүлзия апай сыбырлап, "Кім бұл?" Ешкім жауап бермеді. Келесі сәтте қақпа толық ашылды. Босағада тұрған адамды көргенде баланың көзі жайнап кетті. Әке! Ол жүгіріп барып құшақтай салды. Ер адамның денесі қатты еді, қолдары да, бірақ ол баланы құшақтамады. Тек төмен қарады. Салқын көзден. "Үлкейіп қалыпсың", деді жай ғана. Бала тоқтап қалды. Ол бұл дауысты сағынған еді. Бірақ дәл осылай суық естимін деп күтпеген. "Әке, сен тірі екенсің", ер адам жауап бермеді. Көзі баяу аула ішін шолды. Әжеге тоқтады. Қайнағаға тоқтады. Соңында жерде отырған әйелге қарады. Қадалып қарады. Сол сәтте ауаның өзі мұздап кеткендей болды. Анасының ерні дір етті. "Сен келдің бе?" Дауысы әлсіз, бірақ ішінде қорқыныш бар. Ер адам жақындады. Бір қадам, екі қадам, сосын тоқтады. "Айтпау керек еді", деді жай ғана ол. Бұл сөз ешкімге түсініксіз болды. Тек қана анасы ғана көзін жұмып алды. Бала жалтақтап қарады. "Әке, не айтпау керек еді?" Жауап жоқ. Гүлзия апай шыдай алмады. "Сізге айтайын ба не болғанын?" Ер адам оған қарады. Көзқарасы сондай суық еді. Әйел бір сәт сөзін ұмытып қалды. "Не болғанын білем", деді ол. "Онда неге?" "Мен бәрін білем", деді ол. Бұл жолы анық. Әжесінің тізесі дірілдеп кетті. Қайнағасы жұдырығын түйді. Ал бала ештеңе түсінбей тұр. "Әке", деді ол жай ғана. "Анамды неге жертөлеге қамап қойды?" Ауладағы ең ауыр сұрақ осы болды. Ешкім жауап бермеді. Сонда ер адам ең қорқынышты сөзді айтты. "Солай керек болды". Уақыт тоқтап қалғандай. "Гүлзия апай, қалайша керек болды?" Ер адам сабырмен жауап берді. Кей адамдар үндемегені дұрыс. Бала шошып анасына қарады. "Анашым ештеңе істеген жоқ". Ер адам алғаш рет баласына тіке қарады. Сол көз қараста жылу жоқ еді. Тек есеп. "Сен әлі кішкентайсың. Сен түсінбейсің". "Түсінем", деді бала жылап. "Ол жақсы адам". Ер адам сәл еңкейіп баланың көзіне тіке қарап айтты. "Жақсы адамдар кейде кедергі болады". Осы сөзден кейін аулада тұрғандардың бәрі оның қандай адам екенін түсінді. Бірақ ең қатты соққыны бала алды. Оның жүзі бір сәтте өзгеріп кетті. "Әке, сен жамансың ба?" Ер адам жауап бермеді. Тек тіктеліп тұрып жай ғана. "Баланы дайындаңдар", деді. Әжесі шошып, "Қайда?"
мен алып кетем. Анасы сол сәтте жан дауысымен: жоқ. Дауысы әлсіз болса да жан айқайындай шықты: оны алмайсың. Ер адам оған жай ғана қарады. Сенің таңдауың болған еді. Бұл таңдау емес еді. Болды. Үнсіздік. Сосын ол соңғы сөзін айтты: менің заңды қызым бар, бірақ мұрагер осы бала. Гүлзия апайдың аузы ашылып қалды. Қайнаға басын төмен түсірді. Ал әже жайлап қана көзін жұмды. Осы кезде бала енді ғана бәрін түсіне бастады. Ол білген шындық. Аулада тыныштық орнады. Ешкім қозғалған жоқ. Ешкім сөйлемеді. Барлығы бір ғана нәрсені күтті: жерде отырған әйелдің сөзін. Анасы қабырғаға сүйеніп отыр. Демі ауыр, бірақ көзі бұрынғыдан анық. Ол енді қорықпайды. Себебі жасырын ештеңесі қалмаған. Балам, ол баяу сөйледі, тыңда. Бала тізерлеп жақындады. Мен ешқашан жынды болған жоқпын. Әжесі көзін тайдырды. Қайнағасы ернін тістеді. Ал ер адам қозғалыссыз тұр. Анасы жалғастырды: олар солай көрсеткісі келеді. Бала сыбырлады: неге? Әйелдің көзі ер адамға қадалды. Өйткені мен оның құпиясын білдім. Ауа бір сәтте салқындап кеткендей болды. Гүлзия апай сыбырлап: қандай құпия? Анасы жауап бермес бұрын дем алды. Демін жинап алды кейін. Ол ешқашан жалғыз күйеу болған емес. Бала түсінбей қарады. Әйел ақырын айтты: оның басқа әйелі бар. Бұл сөз енді бәріне белгілі еді. Бірақ ол тоқтамады. Ол әйелдің қызы бар. Бала көзін кең ашты. Бірақ ол сөзін аяқтай алмады. Анасы оның ойын жалғастырды: бірақ мұрагер сенсің. Үнсіздік. Ер адам көзін төмен түсірді. Бұл қарсы шықпағаны. Гүлзия апай сыбырлады. Сонда анасы басын изеді. Оның отбасы баланың барын білмейді. Әжесі күрсінді. Қайнағасы қабырғаға сүйеніп қалды. Анасының даусы енді қатая түсті: егер олар білсе, бәрі өзгереді. Не өзгереді? Деді бала. Анасы ер адамға қарап жауап берді: оның қазіргі әйелі мен қызы ештеңесіз қалады. Осы сәтте ер адам алғаш рет сөйледі: жетер. Ол баласын жоғалтқысы келмейді, бірақ жария еткісі де келмейді. Деп анасы сөзін жалғастырды. Гүлзия апай: сонда сізді неге қамады? Анасының жауабы бәрін қатырып тастады. Өйткені мен бәрін айтуға дайын едім. Тыныштық. Тіпті құстар да дыбысын тоқтатқандай. Бала баяу әкесіне қарады. Көзіне жас толды. Әке, рас па? Ер адам үнсіз тұрды. Бұл үнсіздік мойындау еді. Бала басын шайқады. Сен бізді жақсы көрмейсің бе? Ер адам жауап бермеді. Сонда анасы соңғы шындықты айтты: ол сені жақсы көреді, бірақ мені емес.
Бала жылап жіберді. Сол сәтте ер адам бұрылып, уақыт болды, деді. Қайда? Деді айқайлап бала. Сен менімен кетесің. Жоқ. Анасы ең соңғы күшін жинап, оны алып кетуге құқың жоқ. Құқығың. Ер адам салқын ғана. Бар. Жоқ. Бар. Өйткені заң бойынша ол менің ұлым. Бұл сөз бәрін тоқтатты. Анасы алғаш рет үнсіз қалды. Себебі бұл рас еді. Соңғы шешім. Мен бармаймын. Баланың сөзі ауаны қақ жарып өтті. Бұл жолы ешкім жыламады. Ешкім сөйлемеді. Өйткені бәрі бір нәрсені күтті. Ол баланың көзіне ұзақ қарады. Өте ұзақ. Сосын жай ғана күліп жіберді. Бірақ бұл күлкі жылы емес еді. Бармайсың ба? Бала басын шайқады. Жоқ. Тағы үнсіздік. Сосын ер адам әйелін қайта қамауға көшті. Келіңдер, көріңдер, деді қысқа ғана. Ауладағы тұрғандардың жүрегі бірдей зу етті. Кімді шақырдың? Деді Гүлзия апай. Ер адам сабырмен жауап берді. Заңды, елді. Сол сәтте бәрі түсінді. Әжесінің тізесі бүгіліп кете жаздады. Анасы сыбырлады. Жоқ. Ер адам оған қарамады да. Мен бармаймын дедім ғой, деді бала айқайлап. Сен бармайсың, деді ер адам тыныш. Сені алып кетеді. Бір қоңырау шешеді. Жер астынан суық өткендей болды. Бала анасына жабысты. Мама! Анасы баласын құшақтап. Қорықпа, мен осындамын. Бірақ даусы дірілдеп тұр. Сол кезде қақпа сыртынан тағы бір көлік дыбысы естілді. Бұл жолы біреу емес, екеу. Гүлзия апай полиция шақырған еді. Ойбай! Қақпа ашылды. Ішке екі адам кірді. Ресми киімде. Қолдарында папка. Бізге хабарлама түсті, деді олардың бірі. Бала жылап жіберді. Жоқ. Анасы айқайлады. Балама тиіспеңдер. Ер адам салқын ғана тұр. Құжат бар, деді ол. Қағазды ұсынды. Қызметкерлер қарап шықты. Бірі басын изеді. Ешқандай дәлел жоқ. Осы сөз бәрін қиратты. Анасы сол сәтте орнынан тұра алмай құлап қалды. Бала айқайлап жіберді. Ана! Мама! Қызметкерлер жақындады. Кешір балақай. Олар анасының қолынан ұстап тұрғызды. Ит арсылдап тұр. Әже жылады. Гүлзия апай айқайлады. Бұл әділетсіз. Әкесі әйелінен құтылғысы келген залым. Сол кезде жерде жатқан анасы соңғы күшін жинап сыбырлады. Айт! Бала жылап бұрылды. Не? Анасының ерні әрең қимылдады. Шындықты айт! Сосын қолы босап кетті. Көздері жұмылды. Қозғалмады. Ана! Анашым! Еш жауап жоқ. Гүлзия апай еңкейіп көрді. Сосын баяу артқа шегінді. Көзінде қорқыныш. Ол есінен танып қалды. Бала айқай салды. Сол айқай ауыл үстіне тарады. Қызметкерлер тоқтап қалды. Ер адам алғаш рет қобалжыды. Сол сәтте бала бар күшімен айқайлады. Әкем мені анамнан әкетпек болып жатыр. Үнсіздік. Қызметкерлер қатып қалды. Не дедің?
Бала жылап тұрып, ол мені мәжбүрлі түрде әкеткісі келеді. Ол маманы қамады, өлгенін қалады. Гүлзе апай айқайлап қостады. Я, мен бәрін көрдім. Қызметкерлер бір-біріне қарады. Бірі құжатты қайта ашты. Екіншісі ер адамға қарады. Бізге толық тексеріс керек. Алғаш рет ер адамның жүзіндегі сенімділік жоғалды. Соңғы бөлім. Шындықтың үні. Баланың айқайынан кейін ауыл адамдары жертөлеге жиналды. Жиналғанда бәрінің өңі қашты. Бұрышта бүрісіп жатқан әйел тірі өлік сияқты еді. Еріні кезерген, қолдары көгерген, көзі ғана тірі. Сол көз тек баласын іздеп тұр. Апа, деді сыбырлап. Әйел үн шығармады, бірақ көзінен жас сырғып түсті. Сол сәтте сырттан әкесі кірді. Үй ішін үнсіздік басты. Ауыл ақсақалы ауыр дауыспен мұның мәні не? Әкесі алғашында өтірік айтқысы келді, бірақ бәрі көріп тұр. Жертөле, шынжыр, құлып, аштықтан қалжыраған әйел. Ақыры шындық ашылды. Шындық. Жаңа әйелі қыз туған, әулетке ұл мұрагер керек болған. Анасы ұлын бермей қойған. Сол үшін енесі мен қайнағасы ақылдасып әйелді жертөлеге қамап қойған. Әкесі бәрін білген, бірақ қарсы тұрмаған. Себебі оған да мұрагер керек еді. Жаза. Бұл оқиғадан кейін ауыл үнсіз қалмады. Іс полицияға берілген күннен бастап тергеу амалдары жүргізілді. Енесі мен қайнағасы жауапқа тартылды. Әкесі балаға қатыгездік пен заңсыз қамауға қатысы бар адам ретінде сотталды. Ең ауыр жаза түрме емес еді. Сот залында бала әкесіне қарап, мен сізді енді әке демеймін. Сол сөз еркекті бірінші рет сындырып жіберді. Ана тағдыры. Әйел ұзақ уақыт емделді. Денесі жазылды. Бірақ жаны жертөленің қараңғылығы оның ішінде қалып қойды. Дегенмен бір ғана нәрсе оны қайта тірілтті. Баласының қолы. Бала бір күні жай ғана айтты. Апа, енді бізді ешкім қамай алмайды. Сол сәтте әйел алғаш рет жымиып күлді. Құрметті достар, әңгімеміздің соңы. Осы әңгіме көбісіңізге ой түйді деп ойлаймын. Және де алдағы уақытта осындай қызықты оқиғаларды тыңдап әсер алғыларыңыз келсе, менің парақшама, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.